Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Тока Сина және достар. Бүгін мен ата-анаммен тұратын үйме обзор жасаймын. Достар, бірақ мен универге шамамен 1 жылда көшемін. Сол кезде жалғыз тұрамын. Достар, мынау бізде осындай прихожа десек те болады. Мына жақта кілт тұр. Мына жақта біздің күзге қысқа киетін киімдер. Мына жақта осындай не қылсақ, есік ашылып жабылады, сондай. Бұл жер оншалық қызық емес, енді ары қарай кеттік. И достар, енді мына жақта осындай лифт. Мына жақта отырамыз біз, мына жақта осындай лифт. Бірақ бұл жаққа біз әлі кірмейміз. Достар, енді бізде осы жақта осындай диван, мына жақта біз теледидар көреміз, мына жақта кітап оқуға арналған, кітап оқуға дегенде кітаптар тұрады. Менің мына жақта мангаларым тұр, мына жақта Sailor Moon и тағы да басқа. Енді бұл жақ оншалықты көрінбейді, бірақ тағы да мебельдер қосамын дегенде қосамыз. Енді осы жақта мені сестренкам екеумізге арналған орын. Осы жақта осындай кішігірім теледидар. Мусорды шашып кетеді ғой. Так, біріншіден сіздерге салайын. Вот бізде осы жақта осындай ас үй десек болады, ас бөлмесі. Мынау холодильник. Нәйсе. Мына жақта біздің гарнитуралар тұр. Асеке, мына жақта мен тамақ жасағанда арнайы киетін костюм десе де болады, мынау ыдыстарды сүртетін орамал. Мына жақта енді осындай Асеге арналған гарнитуралар тұр. Енді мына жақта осындай біз тамақтанатын орын. Енді сыртқа кеттік. Достар, мен мына жақта осындай мына кілемнің үстінде ғана тұрмын, өйткені мен носкимен тұрмын. Логикам күшті. Кеттік. Мына жақта осындай сушилка тұр, мына жақта кішкентайымыздың бассейн тұр, и осы жақта, қуырады дей ма, не дейді, сөйтеді папам. И мына жақта тас, анамнан, и вот мына жақта кішкентай сіңілімнің отыратын орны. Мына жақтағы матрастарды алып тастадық жууға. И мына жақта біз далада тамақтанамыз. Енді екінші этажға кеттік. Бірінші этаж тез болды деген ойдам. Достар, мен оң жақтан бастаймын. Бұл жақта бізде туалет. Орын жоқ ой бізде туалетте. Бізде туалет енді осындай үлкен, мына жақта бізде раковина, и осы жақта мынандай біздің щетка, паста, и осындай бір не тұр, білмеймін екен. Мамам алған. И мына жақта бөпен памперсын алмастырамыз, мына жақта бөпен заттар тұр, бөпен полотенцесі. И мына жақта осындай халаттарымыз тұр, жуылды. И мына жақта бір маска, и осындай полотенцелар тұр. И ваннаға арналған бомбочка. И мына жақта осындай кішігірім макияж жасайтын орын. И вот мына жақта мына холодильникке сымаған нелер тұр. Бұл холодильникке біз андай уходқа арналған заттарды саламыз. И осындай ванна. Енді келесі бөлмеге кеттік. Достар, бұл бөлмеге кішкене ақырын кірейік. Себебі мама мен папам, бүкіл әлі ұйықтап жатыр. Осындай. Ал мен бүкіл ұйықтап жатқанда румтурды түсіріп жатырмын. Вот, мама мен папаның бөлмесі осындай кішігірім. Вот мына компьютердің жанында білмеймін бір суреттер. Мама мен папам ұйықтап жатыр. Мына төсекте тұрғаннан не деп жүреді, бөпен жылаған естуге мына жақта. Вот мына тумбочкада, столикта осындай будильник мен негізінде алтыда оянып алдым. Вот мне будильник с очки и осындай телефон. А мына жақта түнде лимонад ішкен папаның телефоны, компьютер. И мынау, осындай обои жыртылып қалған. Енді келесі бөлмеге кеттік. Достар, енді осы жақта бізде осындай кішігірім гардероб.
мынау андай кішкентай заттарын салуға бір жаққа саяхаттағанда папаның осындай кішігірім несі, папаның шабаданы. Короче, осындай. Бұлар көспей қойын. Туфелки-палки. Достар, короче, мына жақта менің кішкентай ортаншы сестренкамен кішкентай сіңілімнің бөлмесі. Вот мына жақта осындай не тұр, мына жақта так сіңілімнің заттары тұр, короче. Бүкіл біздің кошелегіміз, то есть карталарымыз, карточкаларымыз, банк карталарымыз мынаның бөлмесінде тұрады. И мына жақта мынаның сумкасы и мынандай телефон, короче. Он телефон iPhone 11 ғой. Жайты, жалғастырамыз. Вот мына жақта осындай планшет тұр, планшет не тепей қойын. И мынандай вот тәптер тұр, тәптерін жаппай ма? Бүтісіне қойпай. И мына жақта осындай бір бәле қойып қояды не, бүкіл бөлмесі. Алдың сол мен бөлмеме де қойып қойған ғой, жын десе. Жайты, жалғастырамыз. И мына жақта осындай сіңілімнің кішкентай сіңілім бөлмесі, мына жақта мынандай кітап, и осындай мынау үсті, и осындай антисептик па бір бәле мамам оянғанда бірден келіп жағады әйтеуір. И мына жақта осындай жарық тұр, и мынандай теледидар, мынау ойыншық па бір бәле әйтеуір. И өзі ұйықтап жатыр, мына жақта тұр. Бағана көргендеріңізде мамам бөлмесінде болды. Мынау дыбысты береді, ал ол мамам бөлмесіндегі дыбысты естиді. Енді чердаққа кеттік. Достар, короче, мына жақта осындай менің ең көп, яғни ұнататын киімдерім ілулі тұр. Мына жақта менің сумкам, и ол жақта менің макияжға арналған заттарым, и мына жақта менің осындай, короче, компьютерім тұр. И мына жақта осындай беттегінен кетіруге арналған не тұр, бірақ короче, мен де бөлмеме қоя салдым. И мына жақта скотч осындай өрмекшілер тұрады не. Мән бермеңіздер. И мына жақта пеналы, мына жақта кітаптар, дәптерлер тұр. И енді келесі мен мына жақта отырып теледидар көремін. И мына жақта менің итім ұйықтап жатыр, Дейзи. И мына жақта менің осындай киімдерім тұр. Так, мен киімдерім өз бөлмемде тұрады. Енді менің осы жақта осындай төсегім, мына жақта будильник. Мен телефоным осындай, короче, Galaxy Z4 дейтін ба. Сондай телефон. Мен iPhone алмадым, короче, сол. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.